Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет дәмді майсыз шелпек түрін жасап көрсетемін. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен ыдысымызға бір кесе су. Енді осының үстіне жарты кесе сүт құямыз. Енді осы мөлшерде қажетті тұзды саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне алдын ала елеп алынған таза ұнымызды салып қамыр илейміз. Алдын қасықпен қозғап, кейін қолымызбен илеп аламыз. Менде ешқандай грамм мөлшері жоқ, барлығын көз мөлшермен дайындаймын. Міне қамырымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды үстелдің үстіне ұн себе отырып, әбден июін қандырып илеп аламыз. Сонда шелпегіміз жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Илеп болдық. Енді тағы да бетін жауып, жарты сағатқа тынықтыруға қоямыз. Міне қамырдың июі қанды. Енді ұн себе отырып, қамырды қажетті мөлшерде бөліктерге бөліп аламыз. Алдын осылай бір қайтара илеп алдым. Сосын барып бөліктерге бөліп шықтым. Сегіз шелпек шықты. Енді дөңгелектеп формаға келтіріп аламыз. Барлығын формаға келтіріп болдық. Енді бетін жауып, тағы да 5-10 минутқа тынықтыруға қоямыз. Енді ұн себе отырып, барлық шелпектерімізді жайып аламыз. Әбден июі қанған қамыр жайылуы өте оңай болады.
Міне шелпектерімізді жайып болдық. Енді тапаға қажетті майды құйып, отқа қойып қыздырып аламыз майды. Және қызған майдың үстіне шелпекті салып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін көріп, және де осы шелпекті дайындап жатқан болсаңыздар, сіздерге ұнаған болса, бұл рецепт міндетті түрде пікір жазыңыздар. Дайындап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Көп затты қажет етпейді. Қарапайым сумен және аз ғана сүттен осылай шелпек илейміз, бірақ өте дәмді болып шығады. Жұмсақ болып, майды да бойына сіңіріп алмайды. Майсыз шелпек шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Барлық шелпектерімізді осылай қызартып пісіріп аламыз. Шелпектеріміз осындай болып шығып жатыр. Міне дайын болды. Бұл рецепттің бір ерекшелігі, 2 күн өтсе де қатпайды, жұп-жұмсақ қалпын сақтайды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.